Қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз вентилятор болмақшы. Көлікте вентилятор қалай жұмыс жасайды, датчик температура қалай жұмыс жасайды, соның бәрін айтатын боламыз. Енді айтайын дегенім, моторда вентилятор қалай жұмыс жасайды, істемей қалғанда не істеуге болады. Бірінші жұрт бастайық. Біздің мына суретте көрсетілгендей инжекторлерде датчик температура охлаждающий жидкость. Бұл яғни біздің компьютерімізге электронный блок управлениеге сигнал береді. Мотордың мынандай температурада жұмыс жасап тұр, вентилятор қосу керек, мотор қызып тұр деген сияқты. Содан кейін біздің компьютеріміз релемізге команда береді, яғни реле вентиляторды қосады, сөйтіп біздің вентиляторымыз айналады. Енді мынандай жағдайлар кездеседі, яғни компьютердің өзінен ақау болады, яғни команда бермейді, вентиляторда амал жоқ, адамдар кнопкамен қойып алады. Сондай кезде біз не істейміз? Мынандай бізде датчик болады. Бұл датчик, біздің бұл датчигіміз қалай жұмыс жасайды? Бұның ішінде екі сым, су көтеріліп, әбден су көтерілгенде термостаттағы сым сияқты, яғни қозғалатын контакты болады. Яғни су қатты көтерілген кезде бір-біріне соны қосады. Сол кезде біздің екі контактымыз бір-біріне қосылады, яғни тек подключение есебі су көтерілгенде екі контактыны бір-біріне қосушы. Бұл біздің радиаторымызда тұрады. Көп жағдайда, мысалы, радиаторға датчик қатыратын жері болмай қалады. Сондай кездерде мынандай етіп, осылай переходник жасап, осылай жалғауға да болады. Енді мұны қалай жалғаймыз? Бұны мына жерде көрсеткен схемаға қарағанда, бірінші біздің релеміз, екінші вентиляторымыз, үшінші тұрған, яғни датчик температура. Енді главный біздің аккумуляторымыздан плюсімізді аламыз да реледегі 30 санына жалғаймыз, 30-ші контактіге. Вентилятордың шыққан бір плюсін, яғни вентиляторда екі провод болады, біреуін реленің 87 контактісіне жалғаймыз, 87-ші номерлі. Екінші сымын, яғни кузовтағы массаға жалғасақ та болады, болмаса аккумулятордың құлағындағы минусқа келіп жалғасаңыз да болады, вентилятордың бір жағын. Енді бізде 86-85 деген сан қалды. 85-тің бір жағын датчик температураға жалғаймыз. Датчик температураның екінші жағын кузовқа немесе аккумулятордың құлағындағы минусына жалғаймыз. 86-шы контактына, яғни кілтті ашқаннан кейінгі плюске жалғасаңыз да болады, немесе аккумулятордың плюсіне апарып жалғасаңыз да болады. Аккумулятордың плюсіне апарып жалғайтын болсаңыз, ол ештеңеге бағынбайды, яғни су қашан түседі машинаның, сол кезде вентилятор сөнетін болады. Егер замок зажиганияны, яғни кілтті ашқаннан кейінгі плюске әкеліп жалғасаңыз, сіз замокты жапқан бойдан вентилятор қосылып сөнетін болады. Бұл жерде айырмашылық сондай. Енді біздің инжектордың өзіндегі мынандай осындай датчик температурамыз. Бұл жаңа айта кеткендей компьютерге команда береді. Команда бергенде бұған көп нәрсе байланысты. Көлік қызбай қалады, мысалы, оталмай қалады. Қара түтін шығарып кетеді, бәрі осы біздің датчигімізге байланысты. Мысалы, опелдерде суырып тастасаң, ажыратып тастасаң, көлік қызбай қалады, оталмай қалады, мысалы. Бізде бүгінгі тақырыбымыз осы.
осылай жалғасаңыздар болады. Көргендеріңізге рахмет.